Егер де сіз суықтап жөтеліңіз кетпей жүрсе, онда мынадай үйде май жасап көріңіз. Ол май үшін бізге құйрық май кәдімгі және осындай чеснокты майдалап турап, ащы бұрышты да майдалап турап аламыз. Ал енді құйрық майымызды майдалап тураймыз, немесе ет тартқыштан өткізсек болады. Барлықтарыңызға сәлем. Видеоны соңына дейін көріңіздер және каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Ал енді осы құйрықты майдалап турап болып қалдық. Қазір ыдысқа салып, отқа қойып, күйдіретін боламыз. Майды жақсылап күйдіріп, оның бөлінген шыжығын сүзгішпен сүзіп аламыз. Енді осы майымызға жаңағы турап қойған чесногымызды салып қуырамыз. Жақсылап қуырып аламыз. Бұны да қуырып болғаннан кейін сүзгішпен сүзіп аламыз. Қуырып болғасын сәл 5 минут тындырып қоямыз. Сүзіп алып жатырмыз. Және 5 минуттан кейін ащы бұрышымызды салып, оны да қуырып аламыз. Осы майдың бойына осылардың ащылықтары өтеді және сіз ішкен кезіңізде тамағыңыздағы микробтар, вирустарды алып түседі. Өзі бір керемет құйрық май болып шығады. Оны денеңізге жақсаңыз да болады, ішсеңіз де болады. Бір чайный ложка немесе бір ас қасық, әркімнің қалауынша іше береміз. Сүзіп алып, банкіге ма, бір ыдысқа, шыны ыдысқа құйып аламыз. Және үйге қоя саласыздар. Ешқандай да бұзылмайды да күйгеннен кейін. Ал енді сіздерге ем болсын, осындай қайталап жасаңыздар. Дендеріңіз сау болсын.